Ake qaraшы, men жұмсақ төсекте жатармын. Ya балам, бұл сиырлар мен қойлардың қыста жейтін тағамы. Бұны нығыздап қойларға, малдарға беру керек. Мал баққанға бітеді дейді атам қазақ. 4 түлік малды суғарып, жемін беріп, суын берсең, олар да саған ризалығын береді. Ане қарашы балам, ана қосаққандарды сені күтіп тұр. Қашан маған шөп береді деп. Әке, дөртке тігедеше суғарайық. Шыр-пыр болып шырылдап шықты. Шет. Бірақ жаудың таңдауы мақтырағын Қаранышы қожыққанда рахмет айтып жатқан жақ. Әрине балам, мал адамның қанаты. Сен қазірден бастап осында еңбекқор болсын, кейін үлкейгенде нағыз азамат болсын. Кәне, су берейік. Су берейік, кел. Қарашы күлі қаған сияқты. Аттар көп екен. Я балам, бұл жылқы ер қанаты. Бұны баптау үшін бұның өзінің жабықтары болу керек. Кәнеке, мен саған жүр көрсетейін. Сені аттың киімдермен не үшін бұндай көп? Жоқ балам, бұл ер тұрман деп аталады. Бұл адам мен аттың арасындағы байланыс. Мынау ер тоқым. Бұған атқа нық отыру үшін керек. Ал мынау үзеңгі. Бұған атқа мінесін және тепе-теңдік сақтау үшін керек. Ал мынау жүген. Аттың тізгінін ұстап және оңға солға бұру үшін керек болады. Ал мына темір аузындағы суылдық. Әке, атқа мінейікші. Қорқпайсың ба балам? Қорқпаймын әрине. Кел онда, әрине мінейік. Әке, қарашы, мен батырмын ғой. Есінде болсын балам. Атты жақсы көрсең, ат сені ешқашан жерде қалдырмайды. Жарайсың балам, менің ұлым аттегі болмақшы екен ғой. Мә, құртты қалтаңа салып ал. Ал кеттік онда жүріп қайтайық. Көңілімді қалдырма, төрсенегі төмендеуге қақың жоқ. Ел тұрғанда артында, мен тұрғанда алдыңда, ел тұрғанда артында.